Ассалаумағалейкум құрметті достар, сендермен біргемін. Өнербек арнасы достар қалысында. Бүгін біз Free Fire'дан алдағы уақытта шығатын халявалы заттар туралы айтатын боламыз. Ал сіздер каналға құрметпай лайк басамыз, подписаться етіңіз және де қасына шыққан қоңыраудың міндетті түрде басып кетеміз. В общем, сол достар, видеоны көп созбай бастаймыз. Кеттік достар. Міне достар, алғысты скриншотты көріп отырсыздар. Бұл скриншотты индонезиялық регионда алған болатын, және де тура осы заттар шықпаса да, бірақ орнына басқа заттар шығады. В общем, сол достар, міне біздің алғысты скриншотымыз осындай лутбоксты, осы заттарды индонезиялық регионға қосқан. Инкубаторный купон күнге берген и лутбокс берген, гранатаны берген. Бұл гранатаны бізге пополнениеге берген болатын 300 алмасқа. Сосын міне екінші скриншотты көріп отырсыздар. Осындай лутбокс және де золотой купон, золотой джекпоттың купоны и потом сканер. Бұрадағы заттар шілей қатты күшті емес. Біздің регионға малский заттар қосады. Купон, брек купон, алтын палтон, персонаждардың фрагменті сондай болуы мүмкін. Бізде вечная карина сөйтеді. И потом осындай аватар болады, және де фон, және де золотой джекпоттың бір купонын береді. Мен ойымша бұл аваларды бізге бермейді деп ойлаймын. Бұның орнына басқа заттар болуы мүмкін. Осындай дасканы біздің индонезиялық регионға қосып жатыр. Бұны индонезиялық регионға қосты. Менің ойымша бұны да бізге тегін береді. Походу бір миссия орындаймыз, және де бір челлендж орындаймыз, и потом соған аламыз. Сол түсіндіңіздер деген ойдамын. Және де мен МП5 оружейный джекпот. Осы біздің оружейный, келесі оружейный джекпотымыз болады. Бұның статистикасы шілей қатты күшті емес. Орысша айтқанда такой себе дейді. В общем, сол двойной урон, бір перезарядка, минус магазин ба, дальность ба, әйтеуір сондай бір бәле есімде жоқ. Малда статистикасы. Мен болсам бұл МП5-ті айналдырмайтын едім. Себебі бұған артық шығындар құрдым. Несесіндер, в общем, сол, бірақ қияшпей кибероден ютуберлер соны айналдырады. В общем, сол. Одан кейін осындай мені событияны біздің регионға шығаратын болады. Қателеспесем бұны ендігі айда шығарады. Бұл событияны жақында үлкен мировой чемпионат басталады Free Fire'дан. Соған қарсаңына күшті мега топовый событиялар шығады, халявалар көп болады. Осының алдында болды бумажный домның событиясы, и потом Гаренаның 3 жылдығы, яғни осындай бір біле. И потом сондай событиялар шықты ол бізге. Типа сол сияқты болады бұл да. Және де осы арада осындай жетондар болады. Осындай жетондарды бір карткадан тауымыз ба, болмаса бірдемеден жинаймыз ба, бірдемеден болмаса өзіміз істейміз ба. Сондай болуы мүмкін. Мен бұны қақтың алдын точно білмеймін, және де бұған не обменовать ететінімізді, приздары не болатынын білмеймін. Бірақ білген сәтте сіздерге айтатын боламын. Және де осындай эмоцияны біз
шетелдік ютуберлер айтып жатыр, бұны шығарат деп, ойынға жақын арада қосады деп. Мен өз ойымды айтайын, бұны Гарена қоспайды. Реально айтайын, бұны Гарена қоспайды. Неге десеңіздер, Гарена бұндай балеринаның эмоциясын тегін береді деген құлаққа кірімсіз бұл. Үшін Вечный Гарена сөйтеді, ол тегін бермейді олардың тірліктері сол, тегін бере салса болады ғой. Жамандасылық сөз болсын. И потом міне осындай әркімнің арманына айналған, осы мен видеомды көріп отырған әрбір адам осы наборларды алғысы келеді. Осындай наборларды, осындай фамасты олдоски алғысы келеді. Бірақ өкінішке орай ала алмайды. Бұл наборларды шығармауы мүмкін. 100% гарантия беремін, біздің регионға шығармайды бұл. Шығарса шығаратын да 1% гарантия беремін, бұны біздің регионға шығарады деген 1%. И потом осындай фамасты шығарып қалуы мүмкін 10%. Фамасқа 10%. Өйткені Вечный Гарена сөйтеді ғой, шығармайды ғой. Білмеймін, басқа региондарға событиялар көп болса, халявалар көп болады. Басқа региондар біздің региондарға да қарағанда жақсы. Біздің регионда жамандап атқан жоқпын, біздің регионның да жақсы жерлері бар. Бірақ басқа региондарда күшті тегін халявалар көп болады. Осындай. Одан кейін міне маска болады. Осындай маска маған тым ұнаған жоқ. Кім осы масканы киеді, комментарийға өз ойларыңызды қалдырып кетіңіздер. Мен өз басым бұл масканы кимейтінем. Алсам да, кисем де 1-2 минут, 1-2 катка ойнайтын шығармын осы маскамен. Бірақ бұл масканы постоянкаға кимеймін. Неге десеңіздер, маған бұл маска ұнамады, вообще ұнамады. Сол үшін достар, егер видео ұнаса, каналға лайк басаңыз, подписаться етеміз, және де қасынан шыққан қоңыраушаны міндетті түрде басамыз. Сол достар.